Алланың осы есімімен дұға қылыңыздар көбірек. Бір керемет нәрсе бар. Алла тағала сәттар. Сәттар деген Алланың кемшіліктерімізді, айыбымызды, күнәларымызды, қателіктерімізді жауып тұрады да Алла тағала. Егер Алла бізді солай күнә қателіктерімізді жаппайтын болса, адамдар бізден безіп кетеді. Егер менің күнә қателіктерімді, кемшіліктерімді білсе, кейбір адамдар менімен отырмайды, кейбір адамдар менімен байланыспайды. Бірақ Алланы қараңызшы. Алла тағала сені сенен де жақсы біледі ғой. Сен күнәларыңды да біледі, кемшіліктеріңді де біледі. Жасайын деп жүрген күнә қателіктеріңді де біледі, тіпті жасаған емес. Бірақ Алла сенен қашпайды ғой. Адамдар қашып кетеді сенің күнә қателіктеріңді білсе. Бірақ Алла керісінше саған қарай. Сен бір адым жүрсең, 10 адым жүреді Алла тағала. Аллаға тезірек жүрсең, Алла жүгіреді саған. Алланың пендесіне деген мейірімін қараңыз. Өзі күнәларын жауып қояды, адамдарды қашырмас үшін. Өзі біле тұра сенің күнәңнен қашпайды, керісінше сені тәубеңді күтеді. Түннің 3/1-інде сені іздеп келеді. Пендем менен кешірім сұрады ма, мен оны кешірейін. Тәубе етті ме, мен тәубесін қабыл етейін деп. Демек, Алла сәттар. Алланың осы есімімен дұға қылыңыздар көбірек. Я сәттар, устур аурати. Пайғамбар дұғасы бұл. Амин рауати, устур аурати деп жиі айтуымыз керек. Айыбымызды жасыр. Я Алла тағала күнә қателіктерімді паш етпе. Сен сәттарсың. Сәттар есімімен мен күнәларымды жап, қателіктерімді көрсетпе.